Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жер жүзінде сапарда болған кездерінде кәпірлердің қастық істеуінен қорықсаңдар, намазды қысқартып оқысаңдар да, 4 ракағатты 2 ракағат етсеңдер де оқасы жоқ. Шынында кәпірлер сендердің айдан ашық қасжауларың. Ей Мұхаммед, сен соғыста мұсылмандар ішінде болып, олармен бірге намаз оқымақ болған кезіңде, олардың бір бөлігі сенмен бірге намазға тұрсын, қаруларын жанынан тастамасын. Сәжде қылып болғаннан кейін, олар сендердің арттарыңа барып тұрсын, күзетшілік етсін. Намаз оқымаған екінші бір топ адам қару-жарағын ала келіп, сақтықты күшейте, сенмен бірге намазға тұрсын. Кәпірлер сендердің құрал-жарақ, керекті бұйымдарыңның жоқ кезден пайдаланып, оқыстан тап беруді ойлайды. Егер жаңбыр әуресімен немесе ауру себебімен қаруларыңды қойып қойсаңдар, оқасы жоқ. Бірақ сақ болыңдар. Алла кәпірлерге қорлық азаптарды дайындап қойды. Намаз өтеп болған кездеріңде Алланы түрегеп те, отырып та, жамбастап жатып та еске алыңдар. Бейбіт кездеріңде намаздарыңды толық өтеңдер. Намаз мүминдерге сөзсіз уақыты белгіленген парыз. Жауды өкшелей қууда босаңсымаңдар. Сендер қиналсаңдар, жау да сендер сияқты қиналады. Бірақ олар үміт етпеген нәрсені, шәһидтікті, сауапты, жеңісті сендер Алладан үміт етесіңдер. Алла бәрін білгіш, хикмет иесі. Ей Мұхаммед, сені адамдар арасында Алланың көрсеткені бойынша төрелік айтсын деп саған хақ кітапты, Құранды түсірдік. Сондықтан сатқындарды ақтаушы болма. Алладан кешірім тіле. Алла аса кешірімшіл, ерекше мейірімді. Өз басына кесір-кесапат келтіргендерді жақтаушы болма. Алла қиянатшыл, күнәһарларды ұнатпайды. Олар қиянаттарын адамнан жасырса да, Алладан жасыра алмайды. Олар Алла разы болмайтын қаралау, жалған куәлік беру, жалған қасам ішу сияқты қаскүнемдік сөзді түнделетіп жоспарлаған кезде Алла олармен бірге еді. Олардың жай-күйлерін біліп, сөздерін естіп тұрушы еді. Олардың істеген істерін Алла толық біліп тұрады. Сендер сондай адамдарсыңдар. Дүние тіршілігінде олар үшін дауға түстіңдер. Ал сонда қиямет күні олар үшін кім дауға түсе алады? Немесе кім оларға уәкілдік ете алады? Кімде-кім бір жамандық істесе, немесе өзіне өзі кесір істесе, содан кейін тәубе қылып Алладан кешірім тілесе, Алланың асқан кешірімшіл, ерекше мейірімді екенін аңғарады. Кімде-кім бір күнә істесе, оның зияны өзіне. Алла барлық істі білгіш, асқан дана. Кімде-кім кішігірім қателік немесе үлкен күнә өткізіп, оны екінші біреуге артса, ол шындығында сол жаланы және айдан ашық ауыр күнәні өзі көтереді. Ей Мұхаммед, саған Алланың кеңшілігі, мархабаты болмаса, олардың бір тобы адастыруға әрекеттенген болар еді. Бірақ олар өздерін ғана адастырады. Саған қылдай зақым келтіре алмайды. Алла саған кітапты, Құранды, хикметті Құрандағы хүкімдерді түсірді. Саған білмеген нәрселеріңді үйретті. Алланың саған сыйлаған кеңшілік ілтипаты ерен мол болды. Олардың құпия күңкілдерінің көбінде қайыр жоқ. Бірақ садақаға,
ізгілікке адамдарды жарастыруға бұйырса ғой, оның жөні бір басқа. Кім мұны Алланың разылығын қалап істесе, оған үлкен сауап бағыш етеміз. Ал біреу дұрыс жол мұғжиза арқылы айқындалғаннан кейін пайғамбармен қарсыласып, мүминдердің тұтқан жолынан басқа жол тұтса, оны қыңырайған жағына бұра береміз де тозаққа саламыз. Тозақ неткен жаман жай десеңізші. Алла өзіне серік қосуды, мүшриктік күнәні кешірмейді. Одан басқаны қалаған адамынан кешіреді. Кім Аллаға серік қосса, оның адасып, лағып кеткені. Олар Мекке мүшриктері Алладан шеттеп, әйел атымен аталған пұттарға табынады. Тек қасарысқан шайтанға ғана құлшылық істейді. Алла шайтанға лағнет айтты. Ол сонда да қасарысып былай деді: құлдарыңның ішінде мен де белгілі санды иелеймін. Сондай-ақ мен оларды сөзсіз аздырамын. Оларды құр қиялға, өмір болса ұзақ, ал қиямет есеп алу сияқты істер жоқ деген сияқты ойларға үміттендіремін. 4 түлік малдың пұттарға арнап құлақтарын тілуге бұйырамын. Оларды Алланың жаратқандарын өзгертуге, құлдарды пішу, оларға ең салу сияқтыларға бұйырамын деді. Кім Алланың орнына шайтанды дос тұтса, ол анық өзіне кесір жасаған болады. Шайтан уәде беріп, сары уайымға батырады. Оларды алдау үшін уәде қылады. Міне, бұлардың баратын орны тозақ, қияметте. Одан өзге орын таба алмайды. Имандылар мен түзу іс істегендерді сөзсіз іргесінен бұлақтар аққан жұмаққа кіргіземіз. Олар онда мәңгі бақи тұра береді. Алланың уағдасы хақ. Алладан артық шын сөйлейтін кім бар? Сендердің құр қиялдарыңмен және кітап иелерінің құр қиялымен еш нәрсе қолға келмейді. Кім бір жамандық істесе, ол не дүниеде, не ақыретте жазасын тартады. Олар өздеріне Алладан басқа ешбір ие де, медеткер де таба алмайды. Иман келтіріп, ізгі іс істеген еркек те, әйел де жұмаққа кіреді. Оларға титтей де нақақтық істелмейді. Ізгі істер істеп, өзін бүкілдей Аллаға тапсырып, дін жөнінен Ибрахимнің дініне, ислам дініне кіршіксіз ілескен адамнан өтер жақсы адам бола ма? Алла Ибрахимді өзіне дос тұтты ғой. Аспан әлемі мен жер жүзіндегілердің барлығы Алланыкі. Алланың мүліктері, пенделері, мақлұқтары. Алла барлық нәрсені толық білуші. Ей Мұхаммед, сенен әйелдер жайлы пәтуа сұрайды. Оларға былай деп айт: сендер тиісті мирасын қолына бермей, некелеп қоюды қаламаған жетім жесір әйелдер, ұсақ балалар жайлы және жетімдерге әділдікпен қамқорлық жасау жайлы Алла пәтуа береді. Сендерге оқылатын Құранда да мирас аяттары сияқты бұл пәтуалар жазылған. Сендер қандай бір жақсылық істесеңдер де, Алла оны сөзсіз біліп тұрады. Егер бір әйел өз күйеуінің зауықсыз болуынан немесе бас тартуынан қауіптенсе, онда ер әйел екеуі өзара келісімге келсе, еш зияны жоқ. Отасқан ең жақсы, сараңдық адамдар табиғатына сіңіп кеткен. Егер әйелдеріңе жақсылық істесеңдер, зұлымдықтан сақтансаңдар, Алла істеген істеріңді біліп тұрады. Қанша тырыссаңдар да, әйелдердің арасында тұтастай әділ мәміледе бола алмайсыңдар. Бірақ
біреуіне бір жола беріліп кетіп, өзгесін жіпсіз байлағандай екі ортада қалдырмаңдар. Егер түзеліп сақтансаңдар, Алла расында кешіреді, мейіріміне бөлейді. Егер екеуі ажырасып кетсе, Алла өз кеңшілігіне бөлеп, оларды бір-біріне ісі түспейтіндей етеді. Алла тым кеңпейіл, асқан дана. Аспан әлемі мен жер жүзіндегінің барлығы Аллаға тән. Сендерден бұрынғы кітап берілгендерге де, сендерге де Алладан қорқыңдар деп өсиет айтқанбыз. Егер сендер кәпір болсаңдар, біліп қойыңдар. Аспан әлемі мен жер жүзіндегінің күллісі Алланыкі. Алла бехажет мақтауға лайық. Аспан әлемі мен жер жүзіндегі болмыстың барлығы Алланыкі. Оларды басқаруға Алланың құдіреті жеткілікті. Ей адам баласы, Алла қаласа сендерді жоқ қылып, орындарыңа басқаларды әкеледі. Бұған Алланың күші толық жетеді. Кім дүние игілігін тілесе, дүниенің де, ақыреттің де игіліктері Алланың қасында. Алла бәрін естуші, аса көреген. Ей мүминдер, Алла үшін куә болуда өз ата-аналарыңның, жақын туғандарыңның зиянына тура келсе де, әділдікте берік тұрыңдар. Куәлік алушы бай болса да, кедей болса да, әділ болыңдар. Алла сендерден гөрі оларға жақынырақ. Олардың күй жайын жақсы біледі. Нәпсінің құлы болып, дұрыстықтан ауа жайылмаңдар. Қызыл тілді қалай сүйреңдетсеңдер де, куәліктен қалай бас тартсаңдар да, Алла істегендеріңнен сөзсіз хабардар. Ей мүминдер, Аллаға, Алланың пайғамбарына, оған түскен кітаптарға сеніңдер. Кімде-кім Алланы, Алланың періштелерін, кітаптарын, пайғамбарларын, қиямет күнін мойындамаса, оның қатты адасқаны. Иман келтірген артынан кәпір болған, одан соң тағы иман келтірген, кейін қайта кәпір болған. Сол кәпірлігін арттыра бергендерді Алла кешірмейді, дұрыс жолға да салмайды. Ей Мұхаммед, мұнафиқтарға қатты жаза бар екенін өздеріне хабарлап қой. Олар сондай мүминдерді қайырып қойып, кәпірлермен достасады. Олар кәпірлерден ізет құдірет дәметіп жүрме. Шын мәнінде ізет құдірет бүкілдей Аллаға мәнсүп. Алла кітабында, Құранда сендерге соны аян етті. Алланың аяты теріске шығарылып, келеке қылынып жатқанын естісеңдер, олар кәпірлер басқа бір әңгімеге ауысқанға дейін олармен бірге отырмаңдар. Әйтпесе, сендер де олардың кебін киесіңдер. Шексіз Алла екі жүзділер мен кәпірлерді түгелдей жаһаннамға жияды. Олар, мұнафиқтар, сендерді аңдып жүреді. Егер сендерге Алланың жеңісі келсе, олар, біз сендермен бірге емес педік, дейді. Егер кәпірлер жеңістік ала қалса, олар, біз сендерге болысып, сендерді мүминдерден қорғамадық па, дейді. Алла қиямет күні өзі үкім шығарады. Алла мүминдер зиян шекпес үшін кәпірлерге ешқандай жол бермейді. Мұнафиқтар шынында Алланы алдамақ болады. Бірақ Алла олардың өзін алдауға ұшыратады. Олар намазға тұрғанда адамдарға көз қылып, көңілсіз жалқау тұрады. Сауап үміт қылмайды. Алланы ауызға өте аз алады. Олар не онда жоқ, не мұнда жоқ, екі одай мұсылман мен кәпірдің арасындағылар. Алла адастырған адамды сен дұрыс жолға сала алмайсың. Ей мүминдер, мүминдерді қайырып қойып, кәпірлермен достаспаңдар.
Сендер мұны зияндарың үшін Алланың алдында айқын айғақ етпексіңдер ме? Мұнафиқтар сөзсіз тозақтың астыңғы қабатында болады. Оларды құтқаратын ешбір жәрдемші таба алмайсың. Бірақ тәубе қылып, өзін түзеткен, Аллаға тәуекел етіп, дінде Аллаға ықыласты болғандар, міне осылар мүминдермен бірдей. Алла тез арада мүминдерге жәннатты негіз еткен үлкен сый арнайды. Егер иман келтіріп, Алланың бергеніне шүкірлік қылсаңдар, Алла сендерді жазалап не қылмақшы? Алла шүкірлікті сыйлаушы, бәрін білуші. Алла зұлымдық көрген адам болмаса, әр түрлі адамның айғайлап жаман сөз сөйлеуін құп көрмейді. Зұлымдыққа ұшыраушылардың шағым айтуына, қарғыс оқуына болады. Алла барлығын естіп біліп тұрады. Сендер бір жақсылықты әшкере немесе құпия істесеңдер де, немесе жамандықты кешірсеңдер де, сауапқа ие боласыңдар. Алла шынында кешірімшіл, тым құдіретті. Аллаға және пайғамбарға қарсы тұрып, Алла мен пайғамбардың арасын айырмақшы болғандар және пайғамбарлардың кейбіріне сеніп, кейбіріне сенбейміз деп, аралық жолмен мұсылман мен кәпірдің арасында жүрмекші болғандар, міне осындайлар нақ кәпірлер. Кәпірлерге қорлық азаптарымызды дайындап қойдық. Аллаға және оның пайғамбарларына сеніп, олардың арасын айырмағандарға, міне осыларға Алла тиісті сыйлығын арнайды. Алла аса жарылқаушы әрі есіркеуші.